Тәңір. Егер бауырласым маған қарсы күнә жасай берсе, оны неше рет кешіруім керек? 7 ретке дейін бе? Иса, саған айтамын, 7 емес. 7 қайтара 70 ретке дейін деп жауап берді. Құдай патшалығындағы жағдай мынаған ұқсас. Бір патша қызметкерлерінен есеп алмақшы болады. Есеп ала бастағанда, оның алдына 10.000 ат басында көміске борышты қызметкерін алып келеді. Қарызын төлейтін ештеңкесі болмағандықтан, патша оның өзін, әйелін, бала-шағасы мен мал-мүлкін түгел сатып, содан түскен ақшамен қарызын өтеуге бұйырады. Сонда қызметкер патшаның аяғына жығылып, тақсыр, маған сәл мұрсат бере көріңіз, мен бәрінде төлеймін деп жалынады. Қызметкеріне жанашқан патша оны босатып, бүкіл қарызын да кешіреді. Қызметкер далаға шыққан соң бір қызметтес жолдасын кездестіреді. Бұл адам оған тек 100 күміс теңгеге ғана борыштеді. Алайда қызметкер оны алқымнан алып, қылқындыра бастап, дәл қазір маған берешегіңді қайтар деп талап етеді. Қарыздар жолдасы аяғына жығылып, маған сәл мұрсат бере көр, мен бәрінде төлеймін деп жалынады. Бірақ ол көткісі келмей, әлгіні қарызын төлегенше түрмеге жаққызады. Мұны көрген өзге жолдастары қатты наразыланып, патшаға барып, болған оқиғаны айтып береді. Сонда патша сол қызметкерін шақырып алып, «Әй, зұлым қызметші, сен өтінгендіктен мен қарзыңды түгелдей кешірдім ғой. Ендеше, сен де дәл солай жолдасыңды кешіруге тиіс емес пе едің?» дейді. Патша қаһарланып, оны қарызын толық өтегенше жазалаушыларға тапсырады. Міне, егер сендер бауырластарыңның күнәларын шын жүректен кешірмесеңдер, көктегі әкем әрқайсыларыңа да солай істемек.